Бұл күндері Евразия спорт кешенде қол добынан әйелдер арасында жарыс өтуде. Гандбол бәсекесінің үшінші ойын нәтижесі бойынша елордадан келген спортшылар алда келеді. Жарыс қожайындары бұл күні демалыс алды. Әуедоп бәсекесіне қатысушы ұжымдардың текетіресі жоғары деңгейде болғандықтан, гандболшы қыздардан спартакиада жайында пікір алу қиынға соқты біздің тарапқа. Жарыстың екінші ойын күні алаң қожайындары ережеге байланысты демалыс алғандықтан, телеарна ұжымы осы жағдайды ескеріп, қайсар ойыншыларының бірінен сұхбат алуға мүмкіндік алды. Қол добы бәсекесінде қырағылмен көзге көрініп, өнер көрсетіп жүрген Жанерке Сейтқасым қайсар гандбол командасына қосылғаны бірнеше жылдың жүзі болған. Болашағынан зор үміт сыйлар Жанеркенің осы спортқа деген махаббатын әкесі ашса керек. Жаңақорған ауданы Келінтөбе елді мекеніндегі арнайы үйірмеге қатысып, кейін еліміздің білікті гандбол бапкері Вячеслав Кимнің назарына түсіп, облыс орталығына жер аударып, команда сапын толықтырады. Бірінші тренерім Құнанбай Салбеков. Сол мені шақырды, алып келді, осы жерге жеткізді мені. Оған рахмет. Біздің команда жас болғаннан кейін, біздің үлкендер бар, үлкен әпкелеріміз, солар үйретеді бізге. Бізде команда ойын бар, бір-бірімізді түсінеміз жақсы. Тренердің айтқанымен бәрі болады, команда ойынымен бәрі болады. Жанерке алаңда қапталдағы шабуылшы қызметін атқарып жүрген команданың жас ойыншыларының бірі. 20 жастағы гандболшы Дана Әбілданың жолын қууды көздейді. Менің кумирім ол Әбілда Дана, ол әлі күнге дейін маған ұнайды, оған қызғам. Қазір ол шетелде ғой енді. Бізде енді Құдай қаласа бұйырып шетелге кетсек. Біз 6-шы спартакиадада қазір 5 дүркін чемпионбыз. Осы Құдай қаласа осы бұйыртса осында ұтуға ой бар, үміт бар. Тырысамыз, Құдай қаласа. Екі ойын уже өтті, екеуін ұттық, Құдайға шүкір. Оғанда енді екі ойын қалып соған дайындалудамыз. Жарысқа ойысатын болсақ, турнирдің екінші ойын күнінде қайсарлық қыздар Шымкенттен келген қарсыластарын 42-25 есемен басым түсіп, қоржындарына 2 ұпай салды. Жарыс фавориттерінің бірі саналатын Астана гандболшылары шымкенттік спортшыларды 42-35 есемен жеңсе, алматылықтарды 40-28 есемен тізе бүктірді. Үшінші ойында Қарағандыдан келген спортшыларды 40-25 есемен айласын асырған болатын. Жарыс жеңімпаздары 23 сәуір күні анықталатын болады.